Әдемі қыздарды аулаймыз. Алматыда қыздарды арбау бойынша тренинг өткізбек болған ресейліктің елге келуіне 1 жылға тыйым салынды. 19 қарашадан бастап Алматыда қыздарды арбау техникасын үйрету бойынша тренинг өткізетін мәлімдеген Алексей Леслидің елге келуіне 1 жылға тыйым салынды. Бұл туралы қалалық полиция департаменті мәлімдеді. Алекс Лесли лақап атымен танылған Александр Кирилловтың Қазақстанға келуіне тыйым салуды қоғам белсенділері талап еткен еді. Солардың қатарында Мұхамеджан Тазабек те бар. Инстаграм парақшасында жазба жариялаған ол қазақ қызының ар ұятын аяққа таптағысы келетіндердің жолын кесу керегін мәлімдеді. Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді деген. Біздің жігіттердің ар ұяты, намысы, айбыны азайған сайын осындай басынушылар көбейіп жатыр. Әрқайсыңыз даусыңыз жеткенше бұл нәрседен сақтандыруға шақырамын, дейді ол. Жазбаға жауап берген қалалық полиция департаменті Алекс Леслидің Қазақстанға келуіне 1 жылға тыйым салынғанын хабарлады.